Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен адам ағзасына пайдасы мол астың бірі майсөктің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркелдіңіз бе? Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, мендегі жоғары сұрыпты тарыны қолдандым. Әуелі тарыны қайнаған ыстық суменен 2-3 рет қайтара отырып, жақсылап жуып аламыз. Сонан соң қайнаған ыстық 1 стакан суды құйып, жарты сағатқа бетін жауып қоямыз. Сонан соң қызып тұрған пешке суы тартылғанша қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Суы тартылған соң 1,5 стакан сүтімізді құйып, оны да бір қайнатып суы тартылғанша пісіріп аламыз. Түбі асты жабысып қалмауы үшін араластырып тұру керек. Сүті тартылып дайын болған кезде сармайменен қантымызды салып, жақсылап араластырып, жай отта 10-15 минутқа бұқтырып қою керек. Майсөгіміз дайын болғаннан соң қақпағын ашып, суығанын күтеміз. Сонан соң барып тәрелкеге салып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәл осы менің рецебіммен жасап көріңіздер. Майсөгіңіз шашылып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Видео рецебім сіздерге түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де видео ұнаған болса, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көңіл бөліп қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.